Күніне табыс қалай болады? Өтіш. Жұмыс нашар. Жолдастарыңыз? Жолдастарым жоқ қазір. Екеуіңізде де. Ол темірім айналып жүргеніңіз қанша уақыт болды? Ой, көп болды. Көп болды. Сізге сұрап жатсам? Істейсіз. Мен негізі өзім блогерім. Осылай аналарға көмектесем. Бірақ қандай аналарға? Садақа сұрамайтын, өз-өзін бағатын кісілерге көмектесем. Мен қазір емес, екеуіңізге 50 еуродан берсем, рұқсат па? 50 еуродан берсем. Ой, жаным ау, конечно, рұқсат. Рұқсат қой, иә? Себебі мен сіздерді аналарды құрметтеймін. Не үшін? Бала шаға үшін, отбасы үшін еңбек етіп жүрген аналарды. Мына аға темірлеріңіз бүгін, иә? Болды. Бүгін иншалла жұмаға өзім ниет қылып шығып едім. Бір жандарға көмектесем деп сияқты 100 мың теңге аудардым сіздерге. Бүгін қайтсаңыздар. Қазір қайтып кетіп. Қайтсаңыздар, иә. Бүгін демалыңыздаршы. Демалыңыздаршы, жақсы ма? Сондай адам таптырмайды. Аллах тағала жіберді, мына балдардың несібесі. Қарашы. Азық түлік бірақ бүгін демалыңыздар. Жарайды. Бүгін жұма ғой иншалла, жақсы ма? Аман бол, жақсы сау болыңыздар. Жақсы, өзің аман бол. Алла жар болсын. Әумин, әумин. Бізде сіздердей бол. Біздің мына балдар сендердей болсыншы. Әумин, болсыншы, болсыншы. Еңбек адамдарға, аналарға көмектесетін болсын. Болсын. Жақсы, тілектесін Папа, рахмет деп айт ағам. Жақсы, пока. Рахмет. Давайте. Жақсы, аман бол, сау бол.